Бір қарлығаш жардың қуысына ұя салып өмір сүріпті. Қанаты қатпаған балалары анасы азық әкелуге кеткенде шыдамсыздана күтумен болады екен. Бір күні балапандарды жеу үшін жауыз жылан қарлығаштың ұясына өрмелеп шығып бара жатыр. Мұны көрген қарлығаш аспан мен жерді шарлап, шыр-шыр етіп балаларына арашасы іздейді. Көкектен көмек сұрай барса, бүркіт қонаққа шақырып еді, соған бара жатырмын, уақытым жоқ, дейді көкек. Одан шығып қарғаға барса, үйленгелі жатқанымда мазамды алма, дейді. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келе жатады. Бір кезде Дәуітті көреді. Дәуіт қарлығаштың шыр-шыр еткен даусын естіп, «Достым, неге зарылдайсың?» деп сұрайды. Қарлығаш сонда: «Жауыз жылан балаларымды жұтатын болып, ұяма өрмелеп жетіп қалды. Соған не істерімді білмеймін» деп қарлығаш көзінің жасын төгіп жіберді. «Олай болса, мені жеткіз тезірек», дейді Дәуіт. Қарлығаш қанатын тосады. Дәуіт жотасына шығып алады. Көзді ашып жұмғанша ұясына жетеді. Жылан ұяға тақалып қалған екен. Дәуіт пен қарлығаш енді бір сәт кешіксе, балапандарды қылқытып салып, жұмсақ ұяда масайрап ұйықтамақшы екен. Дәуіт аяғын шаба тартып, жыланның екі көзін ағызып жібереді. Жауыз жылан сылқ етіп жерге құлап түседі де мерт болады. Дәуіттің ерлігіне сүйінген қарлығаш онымен айнымас дос болыпты. Содан бері талай заман өтсе де, екеуі бір ұяда тұрып, бірге өмір сүрген екен.